Өте дәмді, керемет болып шығатын пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар. Ол үшін бізге таза ыдысқа осындай 3 жұмыртқамызды жағып аламыз, қантымызды барлығын миксерлеп, жақсылап араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды, сүтімізді қосып, тағы да миксерлеп араластырып, оның үстінен ұнымызды, какаомызды және де разрыхителімізді қосып, жақсылап бір массаға келгенше араластыратын боламыз. Осылай бір келкі масса болу керек. Мінекей шоколадты массамыз дайын болды. Келесі кезекте творогымызға қантымызды, бір жұмыртқамызды және де 2 шай қасық жүйрік крахмалымызды қосып, жақсылап осындай сұйық массаға келгенше араластырып. Пешімізді алдын ала қыздырып, листқа осы шоколадты массамызды құйып аламыз. Кондитерлік мешокқа бағанағы творогты массамызды құямыз да шетін қиып, осы шоколадты массаның үстінен жолақтар өткізіп шығамыз, қараңыздар. Және де 180 градуста 30-35 минутқа пирогымызды пісіріп аламыз. Мінекей өте дәмді әрі керемет болып шығатын пирогымыз дайын болды. Рецепт ұнаса сақтап алып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Үйдегі бар заттармен жасалынатын рецепт. Сондықтан да осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан мінсіз керемет болып шығатын рецепт. Сонымен қатар мен инста парақшаның бірінші бетінде тұрған осы көк тапелек сілтемесін басу арқылы мен YouTube каналыма өте аласыздар. Сол YouTube каналымда да күнделікті өмірімді, рецепттерді және де керекті үйге қажетті лайфхактардың видеосын сол жаққа салып отырамын. Сондықтан мен YouTube каналыма да тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып кетіңіздер.